Тапсырма. Есептегі мәліметтерді диаграммада көрсет. Дәптерге диаграмма сызып, берілген мәліметтерді жаз. Есепті шығар. Біз диаграмма сызайық. Бізде диаграмма бөлшектермен болады. Ең бірінші шығатын бөлшек бұл барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. Яғни бұл осы бөлік. Бұл 2-ден 1 бөлігі саналады. Бұл ең жоғарғы бөлік. 2-ден 1 бөлігі бұл сүт. Ал екінші бөлшек шығатын жер 4-ден 1 бөлігі айран. 4-ден 1 бөлігі 2-ден 1 бөлігінен аздау. Сондықтан ол төмен болады. 4-ден 1 бөлігі бұл айран. Бұл айран мына бөлік. 8-ден 1 бөлігі майлы айран. Бізде шығатын бөлік ол 8-ден 1. Ол 4-ден 1-ден кіші болғандықтан онан төменге жазылады. 8-ден 1. Ол майлы айран. Және 8-ден 1 бөлігі кілегей. Ол сары түс. 8-ден 1 мен 8-ден 1 ол бір-біріне тең болғандықтан оны қасына жазамыз. Бұл кілегей. Егер де жарты барлық сүт өнімінің 60 литрі сүт. Бұл жартысы, яғни барлығы 120 литр. Ал енді 60-ты жарты 2-ден 1 бөлігінің жартысы ол 4-ден 1 бөлігі. Сондықтан 60-ты 2-ге бөлсек 30 литр. Айран 30 литр. Ал майлы айран 4-ден 1 бөліктің жартысы, яғни 30-ды 2-ге бөлеміз. 15 литр майлы айран. Кілегей де дәл сондай мөлшерде, яғни кілегей де 15 литр. Тексеріп көреміз. 60-қа 30-ды қосамыз, тең болады 90. 15-ке қосамыз 15-ті, тең болады 30. Ал енді 90-ға 30-ды қоссақ, тең болады 120 литр. Яғни барлығы ол 120 литр.